Жарқыраған мүмкін 9 бөлім. Ертесі Ләйлә орнынан тұрмай жатты. Рашид есіктен басын соғып өзінің шаштаразға баратынын айтты. Ләйлә көпке дейін көрпесін қымтанып жатып алған. Түстен кейін Рашид шашын қайдырып, үстіне сұрғылт түсті жолақ костюм киіп, неке жүзігімен Ләйләнің қасына келгенде де ол басын жастықтан көтермеді. Рашид Ләйлә жатқан төсектің шетіне келіп отырды. Қолындағы шағын қорапшаның лентасын шешті де ішінен алтын жүзікті еппен алды. Ол мұны Мәриямның бұрынғы неке жүзігіне айырбастап келген еді. Оның бұл іспен шаруасы жоқ, маған сен, ол мұндайға назар аударып жатпайды. Ләйлә орнынан тұрып, төсектің аяқ жағына жылжып отырды. Мәриям төменде киімі түктеп жатқан. Бұл жүзікті ол бір ретте таққан емес, деді Рашид. Керегі жоқ, деді Ләйлә бәсең үнмен. Қабылдай алмаймын, мұны өзіне қайтарып беріңіз. Қайтарып беріңіз? Рашидтің түрі бұзылып қайта басылды. Өзін тез реттеп күлімсірей қалды. Бұған үстемелеп азырақ, жоқ, едәуір көп ақша қостым, бұрынғысынан әлдеқайда жақсы, 22 карат. Әуелі қолыңа алып салмағын көрсеңші, қане, тезірек, ұнамады ма? Деп ол қорапшаны жапты. Ендеше, гүлше, гүлді ұнатасың ба? Қай гүлді ұнатасың? Тестар гүлін бе, қызғалдақты ма, жұпар гүлін әкелейін бе әлде? Гүл де керек емес? Болды онда. Мен де өзімді әуреге салмайын. Мен сол... Иә, білдім. Техмазанда шебер тігінші бар. Біз сені ертең сонда апарып, өлшетіп, некеге лайық киім тіккізейік. Ләйлә басын шайқады. Рашид қасын көтерді. Мен сол тезірек... Ләйлә сөзін бастады. Рашид қолын Ләйләнің мойнына артып еді, ол жиырыла қалды. Оның қолы жалаң денеге дымқыл елтіріп кигендей тітіркендіріп жіберді. Айтайын дегенің, бұл үсті тезірек бір жағына шығарған жөн шығар. Рашид аңтарыла қарап қалды да, артынша сарғайып кеткен тістерін көрсете. Ынтызарлық, деді ыржалақтап. Абдул-Шариф келерден бұрын Ләйлә Пәкістанға кетуді жоспарлаған. Оның қаралы хабарынан кейін де кете беруі мүмкін еді. Егер алысқа кетер болса, қаланың соңына шықпайтын тұйық көшелерінен, әр қиылыста өзіне қарап тұрған рухтардан, жын-шайтандардан құтыла алса, жолы болған деген сол еді. Алайда бірден бәрін тастап кету ығына келмеген. Күн құрғатпай құсу, кеудесінің шаншып ауруы, хайыздың тоқтап қалуы оның ойлағанын орындатпады. Ол босқындар лагеріндегі картон қораптардан жасалған, шатырлары желмен желпілдеп тұрған мыңдаған күркелерді елестетті. Сол күркелердің бірінде өзінің бауыр еті, тарықтың баласы бет терісі тотығып, иегі салбырап, қол-аяғын күс басып, былқ-сылқ етіп жатқанын, сол бір кішкентай жансыз тәнді біреулер кебіндеп, қомағайлана қарап тұрған қарға құзғындардың алдында шұңқырға көміп жатқан бейнесін көз алдына елестетті. Ендеше ол қалай ғана кете алсын? Ләйлә өміріндегі өзіне жақын болған жандарды есіне алды. Ахмет пен Нұр әлдеқашан о дүниелік болған, Гети де бақиға озған, Хасина жат жерде, ата-анасы да фәниден өтті, тарихта. Әйтсе де бір тылсым мұғжиза оның өткен бүгінімен жалғады. Өзінің өмірлік жалғыздығына жолдас болу үшін тарихтың жанының титтей бөлшегі оның бойында пайда болып, қол-аяғы қылтиып бүршік атып келеді. Ол өзінің өткен өмірінен және тарихтан қалған жалғыз алданышын қалай жоғалтсын? Ол жылдан бір шешімге келуі керек еді. Тарихпен бірге болғанына да 6 апта болып қалған. Егер тағы кешіктірсе, Рашидтің күмәнін қозғап қоюы мүмкін. Мойынсұнбақ ісінің сөлекеттік, намыссыздық әрі опасыздық екені оған аян. Әсіресе өзінің Мәриямға обал жасағанын анық біледі. Құрсағындағы шикі ет әлі кішкентай болса да, ана атымен аталатын жаратылыстың өз перзенті үшін беретін құрбандығының шартсыз болатынын ол әу бастан түсініп жеткен. Ол ішін сипап, көзін жұмды. Ләйлә рәсімнің аз бөлігіне ғана назар салды. Сұрғылт түсті жолақ костюм киген Рашидтің үстіне сепкен әтірінің тұтқыр иісі Ләйләнің жүрегін айныта бастаған. Рашидтің жағасынан мойнының ұстары кесіп кеткен тұсы көрініп тұрды. Жүзікті саусағына салғанша Рашидтің алақанының сірленіп, мүйізгектеніп кеткен терісі Ләйләнің саусақтарының түте-түтесін шығарды. Неке куәлігіне қол қоймақ еді, қаламы жарамады. Маңайдан басқа қалам табу Рашидті әуреге салды. Десе де, оның куәлікке қол қойған сәттегі қимылы сабаз,
жазуы көркем шықты. Дұғадан соң Ләйлә айнадан Рашидтің қырқып реттестірген қасына пейілсіз назар салды. Бір бұрышта Мәриям наразы кейіппен қарап тұрған. Оның жүзіне қарауға Ләйләнің батылы бармады. Ләйлә Рашидтің суық көрпеге кіріп пердені түсіргеніне қарап жатты. Рашид қолын көйлегінің түймелеріне, шалбарының бауына ұзатпай жатып-ақ Ләйләнің өне бойы дірілдей бастады. Рашид те абдырап сасып, өз көйлегінің түймелерін ағыта алмай едәуір әбігерленді. Салбыраған кеудесі, жуан қарны, кіндігінің үстіндегі көк тамыры, көкірегі, иығы мен білектеріндегі бұйраланған ақ түктері Ләйләға көрініп тұрған. Рашидтің екі көзі Ләйләнің денесін тінте қомағайлана жүгіреді. «О тоба, мен саған өлерде ғашық болып қалған сияқтымын», деді Рашид таңдайын қағып. Ләйлә шырақты өшіруін өтінді. Рашид қорылдап қатты ұйқыға кеткенде Ләйлә дыбыс шығармай көрпенің астына қолын жүгіртіп, жасырып қойған пышағын алып шықты да сұқ саусағының ұшын қанатты. Көрпені қайырып, саусағынан аққан қанды көрпеге тамызды. «Мәриям». Күндіз үстіңгі бөлмеден естілетін төсектің сықырлаған дыбысы, моншадағы судың сарқырағаны мен стаканды сыңғырлатқан қасықтың үні бұл үйде бір қыздың бар екенін еске салатын. Бірде шәркидің сыртылдаған дыбысы Мәриямның құлағына шалынса, енді бірде баспалдақпен үстіңгі қабатқа көтеріліп бара жатқан көк көйлекті Мәриямның көзі шалып қалатын. Кейде кездейсоқ олардың басы соғылысып, иығы тиісіп қалатыны да жоқ емес. Бірде баспалдақта, бірде дәлізде, бірде асханада, енді бірде есік түбінде ұшырасып қалады. Ондайда екеуі де ыңғайсызданатын. Ләйлә көйлегінің етегін жиып, бірер ауыз кешірім сұрап өтіп кетеді. Мәриям оның соңынан кідіре қарап тұратын. Кейде Мәриямның мұрнына Рашидтің темекі араласқан иісі келетін. Ол Ләйләнің денесіне әбден сіңіп қалған. Мәриямның пайдасына ол жыныстық тұрмыстан құтылған еді. Осы күндері Рашид пен Ләйләнің бірге жатқан бейнесін елестеткен бойда Мәриямның жүрегі айнып кетеді. Дегенмен әр күні кеште олардың бір-бірінен аулақ отырулары мүмкін емес. Рашид оларды бір отбасының адамысыңдар деп үгіттейтін, олардың бір жанұя мүшелері ретінде бірге отырып ас ішуін талап ететін. «Бұл не сөз?» дейтін қолымен етті сүйектен айырып жатып. Ол Ләйләні жар еткеніне бір апта өтпей-ақ шанышқы қасық ұстап тамақ жеуді тастаған. «Мен бір жұп манекенмен үйленген сияқтымын ғой, айтшы ханым, Ләйләға бірдеңе десеңші, әдеп тәлім деген бар ма сенде?» Рашид жіліктің майлы басын сора Ләйләға қарап сөйледі. «Оны кінәлама, ол бұрыннан кем сөзді адам. Меніңше, бұл да Құдайдың ұлылығы. Егер адамның айтарға сөзі болмаса, жақ ашпай-ақ қойғаны да жақсы. Сен екеуміз қалада, ол ауылда өскен. Жоқ, ауылда емес, ауылдың сыртындағы қабырғасы қаусаған ескі кепеде туып өскен. Әкесі оны сонда орналастырған. Оған айттың ба, Мәриям? Өзіңнің харами екенді айтып бердің бе?» Ол солай жаратылған. Солай бола тұра, оның айтарлықтай жақсы қасиеттері бар. Ақырындап біле жатарсың, Ләйләжан. Ол іске келгенде еңбекқор, шаруаны тындырымды істейді, арымзалық қулық қылмайды. Былай түсіндірейінші, шынымен ол машина болса, Волгамен бара-бар деуге болады. Мәриям 33 жастағы толысқан әйел бола тұра, харами деген сөзді естігенде жүрегіне ине қадалғандай күй кешті. Мұны естігенде өзін сұрықсыз құрт-құмырсқадай сезінді. Бірден нананың оның білегінен тартып тұрып, «Ей ебедейсіз харами, бабаларымнан мирас болып қалған тәбәріктің күл талқанын шығардың, осы мамаған көрсеткенің» деп тілдегенін есіне алды. «Сен», деді Рашид Ләйләға қарап, «сен деген мерседессің. Жап-жаңа, жоғары сапалы жарқыраған мерседессің. Пай-пай, дегенмен», ол май жұққан сұқ саусағын шығарды. «Дегенмен мерседестің әсемдігін, өндірушілердің өнерін бағалау бәрінен маңызды. Сені көлікке ұқсатсам, бәлки мені жынданған деп ойлауын мүмкін. Сені көлік деуден аулақпын, әнтек мақсатымды түсіндіріп отырмын». Рашид бір уыс күрішті тәрелкеге салды. Тамаққа ұзатқан қолын бірден тартып алды да, ойға кеткен адамша бір нүктеге телміріп отырып қалды. Өлгендердің ғайбатын айту күнә, шахид болғандардың артынан сөз айту онан да бетер күнәдір. Бір сөз айтсам, мені оларға құрмет қылмады деп ойлап қалма, бірақ саған айтайын, ата-анаңның, Алла олардың жасаған күнәләрін кешірсін, жатқан жерлерін жәннат қылғай. Сені тым еркінстіп тәрбиелегеніне сәл наразымын, бұлай дегеніме қапаланба.
Ләйленің жерге қарап телміріп отырған Рашидке ызалана қарағаны Мәриямның көзіне шалынып қалды. Бұл өткен істер. Айтайын дегенім, мен сенің күйеуің болған соң, сенің ғана ізет абыройыңды емес, бәріміздің абыройымызды қорғауға міндеттімін. Бұл еркектің парызы. Бұл жағын маған тапсырыңдар. Десе де, сенен мынаны өтінем. Сен деген бұл үйдің кербез бегімісің. Бұл үй сенің ордаң. Нені қажетсінсең, оны Мәриямға тапсырасың. Ол сенің тапсырмаңды орындайды. Солай емес пе, Мәриям? Сен нені қаласаң, мен алдына соны даяр едемін. Көрдің бе, мен сондай еркекпін. Соның беделіне мен сенен қарапайым бір істі өтінейін. Талабым менсіз ешқайда шықпайтының. Міне осындай жеңіл талап. Олай емес пе әлде? Егер мен жоқта саған бірдеңе керек болып, қалайда алуыңа тура келсе, Мәриямды жібересің. Ол саған ләзім болғанды сырттан әкеліп береді. Сен бәлки бұл жердегі теңсіздікті аңғардың. Мынаны түсіну керек. Ешкімде Волга мен Мерседесті бірдей ұғыммен мінбейді. Ол дегеніңіз ақымақтық, солай ғой? Иә, рас. Сенен өтінетін тағы бір жағдай, біз бірге сыртқа шыққанда бұрқа киюің керек. Бұл табиғи түрде сенің қауіпсіздігің үшін. Ең дұрысы сол. Мына жұртта қылықсыз ерлер барған сайын көбейіп кетті. Ниеттері сонша жаман. Тіпті тұрмыстағы әйелге де пысқырмайды. Айтпағымды түсінген шығарсың. Рашид жеңіл жөткірінді. Үйде болмаған кездерімде Мәриям мен үшін үйге көз құлақ болады. Рашидтің отты көзбен қарауы темір табанды етікпен Мәриямның бетінен тепкенімен барабар еді. Бұл сенбегенімнен емес, қайта керісінше, шынымды айтсам, сен менің көзіме жасыңа қарамастан көп ақылды көріндің. Әйткенмен әлі баласың, Ләйләжан. Әсіресе сендей жас қыздардың шайтанның ақылына еріп, теріс жолға түсіп кетуі өте оңай. Әйтеуір Мәриям бәріне жауапты. Шынымен бірер күлтипан шығатын болса... Бір күні Мәриям Рашидтің ауладағы керме арқанға жайылған көйлектерін алып, қонақ бөлмеге әкеліп бүктеп қаптап жатқан. Қолына бір көйлекті алып артына бұрылғанда, есік жақтауында шай кесесін көтеріп тұрған Ләйләні көзі шалды. Ол оның қашаннан бері өзіне қарап тұрғанынан хабарсыз еді. Сізді шошытып жібердім бе? Ондай ниетім болған жоқ, деді Ләйлә. Кешіріңіз. Мәриям оған керенау қарап қойды. Ләйләнің жап-жасыл көзі, сопақша жүзі, қиғаш қасы оны күн нұрымен одан сайын ажарландырып көрсетті. Таралмаған сап-сары шашы екі иығына төгіліп тұрған. Мәриям оның иықтарын бүрістіре кесені қыса ұстап тұрғанынан қобалжығанын аңғарды. Жапырақтар сарғая бастапты, деді Ләйлә тебіренген сыңаймен. Байқадыңыз ба? Мен күзді ұнатамын. Адамдардың ауласындағы, бақша бақтарындағы қураған шөп, сарғайған жапырақтарды өртеген түтін иісін жақсы көремін. Шешем көктемді ұнататын. Сіз менің шешемді танисыз ба? Онша танымаймын. Ләйлә бір қолымен құлағының сырғалығын ұстап сұрады. Кешіріңіз, ести алмадым. Мәриям даусын көтерді. Танымаймын дедім. Сенің анаңды танымаймын. Солай ма? Саған бір нәрсе керек пе? Мәриямжан, оның өткен кеште айтқан сөздері жайлы мен сізбен. Менің де сол іс жайында сенімен әңгімелескім бар еді, деді Мәриям Ләйләнің сөзін іле. Жақсы, деді Ләйлә бір қадам ілгері басып. Жүзінен сәл жеңілдеп қалғаны байқалып тұрған. Сырттан құстың сайраған, арба доңғалағының қиқыл-шиқылы, арт-артынан атылған оқ дауысы естілді де артынша тыныштық орнады. Мен сенің үй қызметкерің емеспін, деді Мәриям. Бұдан кейін де ондай болмаймын. Ләйлә тіксініп қалды. Жоқ, әрине олай емес. Сен бәлкім хан сарайының ханшайымы, ал мен бір қарапайым кедей болуы мүмкін. Бірақ мен еш уақытта сенің бұйрығыңмен іс қылмаймын. Сен оған шағыстырсаң да, ол мені бауыздап тастаса да бәрібір, естіп тұрсың ба? Сенің малайың емеспін. Жоқ, мен де олай ойламаймын. Жамалыңды көз қылып, мені бұл жерден ығыстыруды ойласаң, қателесесің. Мен мұнда жасымнан келгем. Мені бұл жерден ешкім де ығыстыра алмайды. Сен де қуып шыға алмайсың. Ондай ниетім жоқ, деді Ләйлә бәсең үнмен. Жарақаттарың да тәуірленіп қалды. Енді үй шаруаларына қолғабыс етсең болады. Ләйлә жылдам басын изеді. Кесесіндегі шайы төгіліп кетсе де аңғармады. Әлбетте, қылған жақсылығыңызға рахмет айту қасыңызға келуімнің бір себебі еді. Көмектеспеуім керек еді, деді Мәриям ызаланып.
Күйеуімді тартып алатыныңды білгенімде өз қолыммен тамақ жегізіп, жуындырып, шашыңды тарап еш жәрдем жасамаған болар едім. Тартып алған? Әлі де асты өзім даярлаймын, ыдыс-аяқты да өзім жуамын. Сен кір жуасың, еденді сыпырасың. Қалған жұмысты бір күннен кезектесіп атқарамыз. Тағы бір сөз, маған серік болғаныңды қаламаймын. Қасыма келіп, көзіме түсе берме. Егер солай етсең, сені жайыңа қалдырмаймын. Әркім өз жұмысын істейді. Ол сөзін бітіргенде жүрегінің дүрсілдей соғып, аузының құрғап кеткенін сезді. Өмірінде ешкімге бұлай сөз айтып көрмеген, қатаң талап қойып көрмеген. Осы үшін ол қуануға тиіс еді. Бірақ Ләйләнің жас іркілген көзін, мүлайымдылық шығып тұрған жүзін көргенде, Мәриямның көңіліндегі ризалықтың орнын бір бостық әрі өзін кінәлау сезімі басты. Ол қолындағы жуылған көйлектерді Ләйләға ұстатты. Мұны киім ілгіштерге емес, шкафтың тартпасына сал. Ол ақ түсті киімдерін үстіңгі тартпаға салғанын ұнатады. Қалғанын шұлықтармен қоса ортаңғы тартпаға салсаң болады. Ләйлә шай кесесін жерге қойып, қолын көйлегінің етегіне сүртті. Бәріне ыңғайсызданамын, мені кешіріңіз. Оның үні дірілдеп, жарықшақтанып шықты. Әрине, деді Мәриям, ұялуға тиіссің. Ләйлә бірнеше жыл бұрын шешесі Фарибенің көңіл қошы тәуір күндердің бірінде үйлерінің ауласында болған әйелдер отырысын еске алды. Гүлзар маңында әйелдер Важименің өз бақшасынан әкелген жемісін жесіп отырған. Жемістердің кейбірі ақ, кейбірі қызғылт түсті, тағы біреулері құдды Важименің мұрнының үстінде көрініп тұрған ұсақ тамырлардай көкпеңбек еді. Оның ұлының қалай өлгенін естідіңдер ме? деген Важиме бір уыс жүзімді лып еткізіп аузына салып. Бала суға тұншығып өлген, солай ғой, деді Гедейдің шешесі Нила. Карга көліне әлде? Бірақ білесіңдер ме, Рашид? Важиме басын дамылсыз изеп, аузына жеміс толтырып, шапшаң шайнап сөйледі. Ол бұрын арақты көп ішеді екен. Сол күні удай мас болған дейді. Естуімше, есін білместей мас көрінеді. Түске дейін көл жағасындағы орындықта удай мас, ес-түссіз жатып қалыпты. Құлағының түбінен мылтық атсаң да, кірпігін қыбырлатарға халі келмепті. Важиме аузын алақанымен тоса кекірді. Түсіп қалған тістерінің арасынан тілінің көрініп тұрған бейнесі Ләйләнің әлі есінде еді. Қалғанын өздерің-ақ болжай беріңдер. Баланың суға түсіп кеткеніне ешкім назар аудармаған деген сөз. Кейін төңіректегі адамдар оның суда қалқып жүргенін көріпті. Біреулері оны құтқаруға әбігерленсе, енді біреулері әкесін оята алмай әлек болыпты. Әлдекім баланың аузынан үрлеп тыныс алдыруға әрекет етіп көргенімен болмапты. Ол әлдеқашан жан үзген екен. Ләйлә Важименің бір саусағын шығарып тұрып басқаларға діни тәрбие беретін бейнесін, дауысын есіне алды. Сондықтан қасиетті Құранда арақ ішудің харамилығы ескертілген, арақкештің күнәсіне бейкүнә адамдар жауапты болады деген сөз. Ләйлә Рашидке жүкті болған жеткізген соң ойына жоғарыдағы әңгіме орала беретін болған. Рашид жаңалықты естіген бойда Құдайдан баланың ұл болуын тілеу үшін велосипедіне мініп, мешітті бетке алған. Сол күні кешкі аста Ләйлә Мәриямның тәрелкедегі бір жапырақ етті арлы-берлі сырғытып отырғанына қарап қалған. Ас үстінде Рашид жаңалықты Мәриямға салтанатты түрде жеткізді. Ләйлә мұндай табалау сыңайлы дөрекі жеткізуді көрмеген. Оны естіген Мәриямның көзі шекшиіп, жүзі оттай қызарды. Түрінен көңілі құлазығаны білініп тұрған. Астан соң Рашид бөлмесіне радио тыңдауға көтерілді. Ләйлә Мәриямға көмектесіп, үстелді жинасты. Енді не боласың? Деді Мәриям дастарханның үстінен күріш қалдықтарын теріп жатып. Бұрын ғой Мерседес едің. Ләйлә жауабына жеңіл әзіл араластырды. Пойыз не ұшақ болатын шығармын. Мәриям еңсесін тіктеп тұра қалды. Өзіңше мұнымен үй шаруаларынан құтыламын деп ойлап қалма. Ләйлә бірдеңе демекші болды да ойланып іркіле берді. Мәриямның бірден-бір бейкүнә адам екенін есіне алды. Жөн, Мәриям бір жазықсыз жан, кейін нәресте де тағы бір жазықсыз жан болып қосылады. Ләйлә Рашидтің бөлмесіне қайтып кірді. Төсекте жатып, өзін баса алмай жылап жіберді. Не болды? Деді Рашид Ләйләнің иығынан тартып өзіне қаратты. Бір жерің ауырды ма? Балаға ештеңе болмаған шығар? Жоқ. Мәриям келеді ме? Сөзсіз солай ғой, рас па? Жоқ. Астағфиралла, қазір-ақ төменге түсіп сазайын берейін. Сені келемеждейтіндей өзін кім міндейді екен, шата неме? Жоқ.
Рашид орнынан тұра бергенде Ләйлә оның қолына асыла кетіп кейін тартты. Жоқ, олай істемеңіз. Ол маған жақсы қарап жүр. Аздан соң тәуірленіп қаламын. Рашид Ләйләнің қасына келіп, оның мойнын, арқасын сипалай бастады. Ләйләға жақындап, қарайған тістерін шығарып ыржиды. Қанеки онда, деді ол сыбырлап. Сенің құлазыған көңіліне жұбаныш бола алар ма екем? Сынап көрейік. Бастапқыда қаладағы отындықтан аман қалған теректердің жапырақтары түсе бастады. Кейін дауылдатып, құйындатып, тікендей қадалатын шыңылтыр аяз келді де, ағаш бұтақтарының арасында қалып қалған соңғы жапырақтарды ұшыра бастады. Іле-шала жерге түсе ери жөнелетін алғашқы қар жауды. Ендігіде тоң жүріп, үйлердің шатырлары мен қырау басқан терезелердің жартысына дейін қар қымтап тастады. Кабулдың қыс аспанының көркі болған батпырауықтар да жарылған снаряд пен құйғытқан соғыс ұшақтарынан қорқып қуыс-қуыстарға бұғынып қалған еді. Рашид күн құрғатпай үйге соғыс хабарларын алып келетін. Ләйлә оның соғысып жатқан топтар туралы түсіндірмелерінен қаймығатын. Саяф хазарлармен соғысуда, деді ол. Хазарлар Масудпен қырылысып жатыр, ал Масуд Хикметермен қырық пышақ. Хикметер Пәкістаннан жәрдем алады. Ендігіде Саяф пен Масуд бірігіптіміз. Хикметер хазарларды қолдайтын болыпты. Рашидтің түсіндіруінше, өзбек командирі достымның кімге жақтас екенін ешкім білмейтін көрінеді. Ол 1980 жылдарда мұджахидтермен майдандас болып, кеңес әскерлеріне қарсы соғысқа қатысқан екен. Алайда кеңес әскерлері Ауғанстаннан шегінгенде мұджахидтерден бет бұрып, Наджибулланың қуыршақ үкіметіне қосылған. Наджибулла достымға өз қолымен медаль да таққан сыңайлы. Артынша ол Наджибулладан бас тартып, қайтадан мұджахидтер тарапына өтіпті. Қазір ол Масудты қолдайдымыз. Рашидтің айтуынша, Кабулда, әсіресе Кабулдың батысында соғыс өршіп, қар астында көміліп жатқан құрылыстардан, үйлерден әлсін-әлсін қап-қара ыс-түтек көтеріледі екен. Елшіліктер жабылып, мектеп ғимараттары топырақ үйіндісіне айналыпты. Аурухананың күту бөлмесінде жаралылар қансырап өліп жатыпты. Операциялық бөлімдерде дәрігерлер наркозсыз-ақ жаралылардың аяқ-қолын ампутациялай бередіміз. Бірақ сен алаңдамасаң да болады, деді ол. Сен қауіпсізсің, гүлім. Кімде-кім саған саусағының ұшын тигізеді екен, мен оның қарнын жарып өз бауырын өзіне жегіземін. Міне, енді Ләйләнің әлемі зәулім қабырғалармен қоршалған еді. Балалық шағындағы көк аспанды, әкесіне еріп көкпарды көргелі барған кездерін, көшеде емін-еркін жүгіріп, кейде хасиналармен бірге ағаш саясында отырып, ұлдар жайында әңгімелесетін уақыттарды терең сағынышпен еске алды. Тарықпен бірге арық жағасындағы көк шалғында жұмбақ айтысып, кәмпиттерін алмасып жей отырып, күннің батқанын тамашалайтын кездер қандай көңілді еді. Алайда тарықты еске алу ол үшін қорқынышты іс. Сол бір шырын қиялдардың соңына жетпей-ақ, тарықтың күйген денесіне түтікшелер шаншылған күйі, төсекте ессіз жатқан бейнесі оның көз алдына келетінде, жүрегінің терең түкпіріне жасырынған қасірет азабы қайта қоздап, нәпсісін тыятын. Ондай шақта меңіреу жандай қабырғаға сүйеніп, сілейіп отырады, қала берді қол-аяғы жансызданып отырған жерінде қимылсыз қалатын. Ләйлә 1992 жылдың қыс күндерін үй сыпырумен, еден жуумен, жатын бөлмесінің асқабақ түстес қабырғасын сүртумен, ауладағы үлкен мыс легенге кір жуумен өткізді. Кей кездері өзінің легеннің қасында шоқшиып отырып, суықтан қызарып кеткен қолдары мен Рашидтің іш киімдерін сықпалап жуып жатқан көлеңкесіне көзі түскенде, өзін ұшы-қиырсыз теңізде қалқып жүрген ескексіз қайықтың үстінде тағдырының не боларын біле алмай отырған жандай сезінетін. Күннің суықтығынан аулаға шығудың өзі қиындайтын күндер Ләйләға бәрінен бетер іш пыстырарлық еді. Бетін жумай, шашын да тарамастан, бөлмесінде яки дәлізде арлы-берлі жүретін. Баспалдақтан да неше мәрте шығып түседі. Мәрияммен ұшырасып қалып, оның салқын қабағына көзі түскенде ғана жүрісін доғаратын. Мәриям ас үйде қызыл бұрыштың ұрықшаларын алумен, еттің майларын ажыратып кесумен айналысатын. Үй үшін кеудені сығардай біртүрлі тыныштық басатын. Ол, Мәриямның өзіне жасаған үнсіз қарсылығын бейне шіліңгір шілдедегі асфальттан шыққан ыстық леп денесін шалып өткендей сезінетін де, бірден бөлмесіне қайтып кіріп, төсегінде отырып, терезеден сырттағы жауған қар ұшқынына қарайтын. Бір күні Рашид оны өзінің етік тігетін шеберханасына алып барды. Бірге сыртқа шыққанда Рашид Ләйләнің білегінен ұстап қасында жүрді. Көшеде жүру Ләйләға біраз қиындық тудыратын.
Өйткені бұрқаның қалың пердесінен сыртқа қарауға толық дағдыланбаған. Кейде бұрқасының етегін басып қалып теңселіп кететін. Жолда шұңқырға шалынып құлап түсуден не асығын тайдырып алудан алаңдайтын. Дегенмен бұрқа кию оған алаңсыздық алып келген. Бұрқаға оранған оны ескі таныс білістері көрсе де тани алмайды. Жығылып сүрінгеніне, ұжданының жерге тапталғанына, олардың іш ауыртуларынан яки келекелеп күлулерінен құтылып қалатын. Рашидтің шеберханасы Лейла ойлағаннан кең әрі жарық еді. Ол Лейланы ескі былғары, қиқым терлер үйілген үстелдің қасына отырғызды. Өзінің балға мен құм қайрақты қалай қолданатынын көрсетті. Бір қолын Лейланың көйлегінің етегіне жүгіртіп, оның құрсағын сипалай бастады. Алақаны суық әрі ағаштың қабығындай кетір-бұтыр болатын. Лейла тарықтың жұмсақ әрі мығым қолын есіне алды. «Тез үлкейіп келеді», деді Рашид. «Ірі денелі жігіт болатын түрі бар. Менің ол мәкесі сияқты палуан болады». Лейланың көңілі пәс тартты. Рашид әр жолы осындай сөздерді айтқанда оны қорқыныш билейтін. «Мәриям екеуін қалайсыңдар?» Лейла екеуара жақсы қатынаста екендіктерін айтты. Жақсы. Ол Мәрияммен алғаш рет шынайы ренжіскені жайында жақ ашпады. Лейла ас үйге кіргенде Мәриям тартпаларды ызалана ашып, күштеп жауып жатқан. Өзінің күріш араластыратын ұзын сапты ағаш ожауды іздеп жатқанын айтқан. «Оны қайда қойдың?» деді Мәриям Лейланың алдына келіп. «Мен?» деді Лейла. «Мен оны көрмедім. Ас үйге жайшылықта көп кірмеймін». «Солай екенін мен де білемін». «Сіз мені айыптап тұрсыз ба? Өзіңіз солай дегенсіз. Есіңізде бар ма? Тамақ даярлауды өз мойныңызға алатыныңызды айтқансыз. Егер міндетімізді алмастырайық десеңіз...» «Сол ожауға аяқ бітіп асханадан шығып кетіпті демексің бе?» «Айтайын дегенім...» деді Лейла өзін тежеп алуға тырысып. Жайшылықта ол Мәриямның қыр көрсеткенін онша ауыр алмайтын. Десе де, сол күні аяқтары ісіп, басы қатты ауырып, асқазаны жайсызданып тұрған. «Айтайын дегенім, өзіңіз басқа жерге қойып ұмытып қалған шығарсыз». «Басқа жерге?» Мәриям бір тартпаны жұлқып ашты. Ішіндегі қасық пышақтар салдырлап кетті. «Бұл үйде тұрғанына қанша уақыт болды? Бірнеше ай? Менің осында өмір сүріп келе жатқаныма 19 жыл болды, сұлу қыз. Сен бұтыңа жаялық салып жүрген кезіңнен бері мен сол ожауды осы тартпаға салып келемін». «Сонда да», деді Лейланың бойын ыза кернеп, тістерін шықырлатып. «Сонда да ожауды басқа жерге қойып ұмытып қалуыңыз әбден мүмкін. Сен оны бір жерге тығып қойып, мені қасақана қапаландырмақ болуың да әбден мүмкін ғой. Сіз ниеті арам сұмпайы әйел екенсіз». Мәриям тіксініп кері шегінді де өзін сәл басып ерінін шығарды. «Сен бір жәлепсің, ұры жәлеп». Сонымен ас үйде ұрыс-керіс басталды. Олар қолына шайнек қазандарды көтеріп алып бір-біріне айбат көрсетті. Былапыт сөздермен балағаттасты. Сол күннен бастап олар жағы ашыспады. Лейла өзінің сонша тез ызаланғанына қайран қалса да, Мәриямға бетпе-бет келіп ашуын шығарып алғанына іштей риза болған еді. Оның неліктен өзін шерін тарқатар нысанасы қылатынының себебін білгендей болды. Ол үстіңгі қабатқа жүгіріп шығып Рашидтің төсегіне құлай кетті. Мәриям төменде даусы жеткенше айғайға басып жатқан. «Өй, арам!» Лейла төсекте бүк түсіп, ата-анасын сағынып, жастықты тістеп булығып жылай берді. Жастықтың алақандай жері жасқа шыланып дымданып кеткен. Кенет ол жылаудан тыйылып, орнынан атып тұрып, ішін ұстады. Іші алғаш рет қыбырлаған еді. 1993 жылғы көктемнің бір күні таңда Мәриям терезенің алдында тұрып, Рашидтің Лейланы қолтықтап сыртқа шығып бара жатқанын көріп қалды. Лейла сәл еңкейіп, бұрқасының ішінен томпайған ішін ұстап, баяу ілбіп бара жатқан. Рашид оны қолтықтап алған. Олар ауланы кесіп өтіп қақпаға жақындады. Ол Лейляға қозғалмай тұра тұруын айтып, жүгіріп басып қақпаны ашты да, бір аяғын есікке тіреп, оны қақпадан шығуға ишаралады. Лейла жақын келгенде оны қолынан ұстап босағадан ептеп өткізді. Мәриям оның «аяғыңды абайла, жангүлім» дегенін естіді. Олар ертесі кеште қайтып келді. Рашид аулаға алдымен кірді. Ол Лейла кірмей жатып қақпаның есігін қоя бере салып еді, есік Лейланың бетіне тиюге шақ қалды. Ол адымдап жылдам басып үйге кіріп келді. Нұрсыз жүзі намазшамда одан сайын қарауытып көрінді. Өңі қабарып, түнере сырт киімін шешіп диванға тастай салды да, Мәриямның қасынан сүйкеніп өтіп дөрекілене: «Қарным ашты, кешкі асты әкел», деді. Қонақ бөлменің алдыңғы есігі ашылды. Дәлізде тұрған Мәриям сол қолына жүргек көтеріп келе жатқан Лейланы көрді.
бір аяғын табалдырықтың сыртына, екінші аяғын есікке тірей еңкейіп, ішіне бірдеңелер салынған қағаз қалтаны қолына алды. Қиналғанынан беті бүрісіп қалыпты. Басын көтергенде өзіне тесіле қарап тұрған Мәриямды көрді. Мәриям артына бұрылып, Рашидтің тамағын жылытып бермекке ас үйге кіріп кетті. «Біреу құлағымды бұрғылап жатқандай-ақ ауыратын болды», деді Рашид көзін уқалап. Аппақ шашы қобырап Мәриямның бөлмесінің алдында тұрған. «Солқылдап шағып ауырғанына төзе алар емеспін». Төменде Ләйлә бөпесін көтеріп арлы-берлі әлдилеп жүрген. «Адамша ұйықтамағаныма 2 ай болды», деді Рашид. «Үйдің іші дәрет сасиды. Қайда барсаң боққа шыланған жаялық. Өткен ақшамда ғана біреуін басып кеттім». Мәриям байқатпай мырс етті. «Оны сыртқа алып шығып кет», деп айғайлады Рашид артына қарап. «Құдай үшін, бұл зар жақты бір уақ сыртқа шығарсаң болмай ма?» Ләйлә әлдейін тоқтатты. «Сыртқа шығарсам өкпесіне соқ тиіп қалады. Жаздың күні ғой, айналайын-ау». «Не?» Рашид тісін шықырлатып одан сайын дауысын көтерді. «Шыжыған ыстық деймін, ыстық. Сыртқа шығармаймын», Ләйлә әлдейін жалғастырды. «Мен бар ғой, андағы жылаңқыны сандыққа салып, Кабулдың өзеніне ағызып жіберсем деп ойлаймын кейде. Мұса пайғамбарды нәресте күнде суға ағызып жібергендей-ақ». Мәриям Рашидтің бөпені Ләйлә қойған Әзиза деген есіммен шақырғанын естімеген. Ол үнемі бөпе, ызаланғанда заржақ, жылаңқы дейтін. Кей түндері Мәриям олардың сөз таластырып, керілдесіп жатқанын естейтін де орнынан тұрып, есіктерінің сыртынан құлағын тосатын. Көбіне ерегестері бала жайында болатын. Рашид оның жылағанын, Ләйләнің бар уақытын балаға сарп етіп, өзімен жұмысы болмай кеткенін, жердегі ойыншықты басып кетіп, аяғын ауыртып алғанын айтып шағынатын. Ләйлә оның үйде шылым шеккенін, баланы өздерімен бірге жатқызбағанын айыптайтын. Олардың сыбырласқанын да Мәриямның құлағы шалып қалатын. «Дәрігер 6 апта ғана деген». «Жоқ, болмайды, Рашид, жоқ, олай істеме, өтінейін, олай болмайды». 2 ай болды ғой. «Сол, әне, баланы оятып жібердіңіз», дейтін Ләйлә ызаға булығып. «Енді разы болдыңыз ба?» Сол сәтте Мәриям аяғының ұшымен басып бөлмесіне кіріп кететін. «Сен оған көмектеспейсің бе?» деді Рашид Мәриямға. «Бір амалың бар шығар». «Бала бағудан бейхабармын», деді Мәриям. «Рашид, емізікті әкеліп берсеңіз, шкафтың үстінде. Ол ембей жатыр, емізікпен сүт беріп көрейін деп ем». Баланың жылаған дауысы ет кескен пышақтың үніндей бір көтеріліп, бір басылатын. Рашид көзін жұмды. «Анау заржағың бала емес, бәле. Хикметердің дәл өзі, саған айтайын. Ләйлә Гүлбеддин Хикметерден біреуін туыпты». Баланың қарнын неше уақыт тойдыру, біресе тербетіп, біресе көтеріп жүру Ләйләнің күнделікті дағдылы ісіне айналды. Бала ұйықтап қалғанда жаялығын жуып, дезинфекциялау сияқты шаруалармен әбігерленетін. Одан қалса баланың тырнақтарын құм қағазбен үйкеп, жамылғы мен киімдерін жуатын. Бала жайлы өзге әңгімелер секілді оның киімдері де кеңес талқының бір тақырыбы болған. «Бұлар неге болмайды екен?» дейтін Рашид. «Бұл ұл баланың киімдері. Сеніңше сәби соны ажырата ала ма? Мен мұны сонша ақшаға алғанмын. Тағы бір айтарым, маған мұндай сарында сөйлеуіңе рұқсат жоқ. Мұны саған ескерту деп білерсің». Әр апта сайын Ләйлә қара пешке от қалап, оған адыраспан тұқымын шашып, сәбиге от көшіру ырымын жасап, пештен шыққан ысты оған қаратып үрлейтін. Мәриям Ләйләнің мұндай асыра сілтеген әрекеттерін көріп шаршаса да, оның балаға деген мейірімі мен күйінішіне іштей риза болатын. Ләйлә балаға от көшіріп болып қуанып сала беретін. Ұйқысыздықтан жүзі бозарып, өңі қуарып кетсе де, сәбиін бауырына басып, беліне таңып алатында жүретін. Бөпесі жел шығарып қойса, Ләйләнің жүзіне күлкі ойнап, көзі нұрланып кететін. Оның титтей қылықтары да Ләйлә үшін жаңалық сезілетін. «Қараңыз, ол сылдырмаққа қолын созып жатыр, неткен ақылды, ә? Ендеше тілші шақырайын, газетке шығарсын», дейді Рашид. Әр кеште баланың жаңа қылықтарын тамашалауға уақыт табылатын. Ләйлә Рашидті бөпесінің қылықтарын көруге шақырғанда, ол нарау кейіппен мұрнының астынан қарап қоятын. «Қараңыз, саусақтарымнан дыбыс шығарсам күліп жатыр. Міне, көрдіңіз бе? Көрдіңіз бе?» Ондайда Рашид түркістеніп тәрелкесіне қарап алатын. Мәриям Рашидтің бір кездері Ләйләмен бірге отырғанда тебірене қалатын кездерін есіне алды. Сол шақта Ләйләнің әр сөзі оны қуантатын, әрі қызықтыратын. Тәрелкесінен басын көтеріп, оның әрбір сөзін барынша пейілімен тыңдап, ризашылықпен басын изейтін.
ләйләнің елеусіз күйге түсіп қалуы Мәриямды қуантуы керек еді. Бірақ олай болмады. Керісінше оның көңілінде Ләйләға деген аяушылық сезімі оянды. Оған себеп оның кешкі ас үстінде өзінің алаң көңілін жайып салғаны болса керек. Ләйлә баланың сонша жөтелуінен өкпесі қабынып қалды ма деп алаңдайтын. Баланың дәреті жұмсақ келіп қалса, іші өте беретін дизентерия ма деп уайымдайды. Беті сәл бөрте қалса, шешек яки қызылша шығып қалды ма деп күмән қылатын. Оны сонша өбектей берме, деді Рашид бір кеште. Бұл не дегеніңіз? Қайбір күні радиодан өте қызық статистиканы естідім. Айтуларына қарағанда, Ауғанстанда әр 4-ші бала 5 жасқа толмай өліп қалады екен. Шынымен солай деді. Олар... Не? Қайда барасың? Қайт бері, тез қайтып кел. Сол күні кеште Мәриям төсегінде жатып Рашидтің бөлмесінен естілген талас-тартысқа құлақ салды. Тамыздың ыстық күндерінің бірі еді. Мәриям терезені ашқанда жүзін ыстық жалын шарпыды. Сыртта масадан басқа үп еткен жел болмағасын терезені қайта жаба салды. Әдетте мұндай талас-тартыстар бірнеше минутқа жетпей бітетін. Алайда бұл жолы жарты сағатқа жалғасса да доғарылмай, одан сайын үдей түскен. Мәриям Рашидтің айғайға басқанын естіді. Ләйләнің үні құмығып, бәсең шығады. Артынша баланың жылаған даусы естілді. Олардың есігі қатты ашылды. Мәриям басын көтеріп төсегінде отыр еді, Рашид кіріп келді. Үстіне ақ жейде мен келте ақ шалбар киіп алған. Жейдесінің қолтығы терден сарғайып кетіпті. Аяғында шәркейі Ләйлямен некелесу күніне арнап алған қоңыр түсті белбеуін бір қолына орап алыпты. Мұның бұрышында сен барсың, айдан анық, деді ол Мәриямның алдына тебітіп келіп. Мәриям төсегінен сырғып түсті де бір-екі қадам артқа шегінді. Мұндай кездерде Рашид әуелі оның кеудесінен тебетін. Мәриям қолын кеудесіне айқастыра, өзін-өзі қатты құшақтағандай қимыл жасады. Не айтып тұрғаныңызды түсінбедім, деді Мәриям даусына діріл араласып. Ол маған қарсы шықты, оны сенің айтақтап отырғаның шүбәсіз. Сонша жылдардан бері Мәриям оның айыптауларына, дөрекі сөздеріне, кемсітіп келемеждеуіне үнсіз түссе де, бұл қорқыныштан арылуға оның еш шарасы жоқ еді. Рашидтің көрсеткен доңайбаты, қолына белбеуін орап жетіп келуі, қан толған көзіндегі кек оты Мәриямның қол-аяғын қалшылдатып қара терге түсіретін. Өн бойында пайда болған қорқынышы бейне көкжалға кез болған көк лақтың халі дерсің. Ләйлә Мәриямның бөлмесіне жүгіріп кірді. Көзі шекейіп, жүзі бозарып кетіпті. Оны азғырғаныңды білмей келіппін, деді Рашид Мәриямның бетіне түкіріп, қолындағы белбеуін бұлаңдатып, өзінің санына қағып-қағып жіберіп айбарын асыра түсті. Тоқтатыңыз, болды, сабыр, деді Ләйлә. Бұлай істеуіңізге болмайды. Кет бөлмеңе. Мәриям тағы кері шегінді. Жоқ, өйтпеңіз. Кет, шығып кет дедім саған. Рашид белбеуін жоғары көтеріп Мәриямға төніп келді. Кенет Ләйлә шапшаң қимылдап, Рашидтің белбеу ұстаған қолына асылып төменге тартты. Белбеуді тартып ала алмаса да, оны тосып алға жүргізбеді. Қолымды босат, деп айғайлады Рашид. Болды, сіздікі жөн, сіз дұрыс айтасыз, қол көтермеңіз, өтінейін, Рашид, оны ұрмаңыз, өтінейін. Рашид Ләйләні бір жағына итеріп жіберді. Көзі Мәриямға шегедей қадалды. Соңында бұл түнде адам ұруға болмайтыны Мәриямға аян болды. Рашид өзінің мақсатын бұл екі әйелге анық ұғындырды. Белбеу ұстаған қолын биік көтере, тынысын жиілетіп қыбырсыз тұрды да, қолын баяу түсірді. Ләйлә тізесі жер сыза бүкшиіп қалса да, Рашидке сенбегендей қолын босатпады. Бірақ ол қолын сілкіп жіберіп ажыратып алды. Сендерді жап-жақсы асырап қорғап келемін, деді ол белбеуін мойнына асып. Екеуіңді де бағып келемін, мені ақымақ қыламыз деп қиялдамаңдар. Ол Мәриямға қайталай сұрлана қарап алды да, артына бұрыла Ләйляны итеріп жіберіп бөлмеден шығып кетті. Есік жабылған бойда Мәриям төсегіне келіп, жастықты бетіне басып, дірілдеп қалшылдаған денесінің басылғанын күтті. Сол түні Мәриям 3 рет оянды. Алғашқысында оны кортеджар жақтан жарылған бомбаның дауысы үрейлендірді. Артынша астыңғы қабаттан баланың жылаған, Ләйляның оны тербеткен үні оятып жіберді. Енді міне шөл қысып ұйқысы қашты. Төмендегі қонақ бөлмесін терезеден түскен ай сәулесі ғана жарық қылып тұратын. Қайда екені белгісіз, ұшып жүрген бір шыбынның ызыңы естіліп тұрған. Қараңғыда бұрыштағы шойын пеш пен оның төбеге тұтасқан мұржасынан өзге ештеңе көзге көрінбейді. Ас үйге бармақ болған Мәриям бірдеңеге шалынып қалды. Аяғының астындағы қараңдаған нәрсеге кідіріп бажайлап қарағанында еденге жайылған көрпенің үстінде жатқан Ләйлә мен баласын көрді.
Ләйлә бір қырымен жеңіл қорылдап ұйықтап жатыр. Әзиза көзі шарадай жанып ояу жатқан. Мәриям үстелдегі керосин шамды жағып жақына келді. Шам жарығында ол балаға алғаш рет назар салып қарады. Оның бір тұтам қара шашына, қою ұзын кірпіктеріне, қоңыр көзіне, анардай қызарған бетінің ұшына, шиедей ерніне көз тоқтатып барлай қарап шықты. Шалқалап жатқан сәби де мойнын Мәриямға бұрып таңдана қарады. Мәриям бала қорқып кете ме деп алаңдай бастағанда, ол езу тарта күліп, оны сабасына түсірді. «Түш!» деді ол сыбырлап. «Шешеңнің бір құлағы керең болса да, бүйтсең оны оятып жібересің». Кішкентай қыз жұмылған кішкентай жұдырығын көтеріп түсіріп, ақыры аузына салды. Аузының айналасындағы көпіршік иегіне қарай аға бастады. «Қарашы өзіңе, сенікі не азап, мына ыстықта ұлдардың киімін киіп оранып қымтанып алыпсың. Бұл түріңмен қалай ұйықтамақсың, а?» Мәриям баланың үстіндегі жамылғыны алып тастады. Оның ішінен жабылған екінші жамылғыны көргенде көзі бақырайып шошып кетті де, таңдайын жеңіл шықылықтатып, оны да алып тастады. Бала жеңілдеп қалғандай, Мәриямға қарап, шалықтай күліп, жұмылған жұдырықтарын бір-біріне ұра бастады. «Енді салқындап қалдың ба?» Мәриям орнынан тұра бергенде Әзиза кішкентай саусақтарымен оның шынашағынан мықтап ұстап алды. Терлеп, дымданған алақаны Мәриямға мамықтай жұмсақ әрі ыстық көрінді. «Гырр!» деді Бөпе тілін еріннің арасынан итере шығарып. «Болды енді, қолымды босат». Ол Мәриямның қолын босатпастан аяғын тепкілей бастады. Мәриям саусағын тартып алды. Бөпе тепкіленіп, түрлі дыбыс шығарып тынышы кетті. Кішкентай жұдырығын аузына қайта салды. «Неге сонша мәз болдың, а? Неге күліп жатырсың? Сен бар емес пе? Шешең айтқандай сонша ақылды емес екенсің. Әкең сияқты дөрекі, шешең сияқты ақымақ болатын көрінесің. Соны білер болсаң, маған қарап күлмес едің. Енді күлкіні доғар. Болды, ұйықта». Ол орнынан тұрып бір-екі қадам аттамастан Әзиза қыңқылдай бастады. Мәриям артына бұрылып оның қасына қайта қисайды. «Тағы не болды? Не берейін саған?» Бөпе қызыл иегін көрсетіп күлкісін жалғастырды. Мәриям оны тербетіп, қолын ұстатып қойды. Ол Мәриямның бір саусағын қыса ұстап, тыпыршып тепкілене берді. Әзиза ұйқыға кеткенше Мәриям қыбырсыз отырды. Сырттан тынбай сайраған торғайлардың үні естіліп тұрған. Мәриям басын көтере терезеден қараңғылыққа үңілді. Торғайлардың қанатынан шыққан көкпеңбек нұр оның көзіне шағылысты. Шөлден тамағы құрғап, аяғы ұйып қалса да, саусағын мықтап ұстап, алаңсыз ұйқыға кеткен сәбиге ұзақ қарап отырды.